Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен карамельді соустың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл карамельді торттардың ішіне, кекс және басқа да десерттердің үстіне құюға әбден болады. Мен бұл карамельді басқа рецепттермен бірнеше рет жасап көрдім, бірақ дұрыс шықпайтын. Осы рецепт өте керемет, себебі бірнеше аңғаратын нүктелері бар. Түбі қалың кастрюляға суды құйып, үстіне қантты себеміз. Жай отта қанттың толықтай еруін күтеміз. Су қайнай бастағанда қатты отқа қоямыз. Осы кезде лимонның шырынын құямыз. Қатты отта судың қоңырланғанын күтеміз. Осы кезде кілегейді басқа ыдыста ысытамыз. Қант қоңырланғанда астын сөндіреміз. Және ыстық кілегейді аз-аздан құйып, тез-тез араластырып отырамыз. Кілегейді толықтай енгізген соң басылғанын күтеміз. Үстіне сары май және тұзды қосып, сары май ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұл жерде тұз карамельдің тым тәттілігін басып, ерекше күшті дәм береді. Кішкене суыған соң карамельді сақтайтын ыдысымызға құйып аламыз. Бұл карамельді тоңазытқышта 1 айға дейін сақтауға болады. Мен бұл карамельді сникерс торттын жасау үшін қолданамын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған баршын, келесі рет жүздескенше сау болыңыздар.